Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Атырау облысы өкілдігіне қарасты қала аудан имамдары жыл бойы атқарған жұмыстарын қорытындылады. Иманғали орталық мешітінде имамдардың жылдық есебін Атырау облысының бас имамы Алтынбек Ұтысқанұлы тыңдады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы тарапынан негізделген 4 бағыт, яғни уағыз насихат, жатағым мен күрес, қайырымдылық және сауат ашу бойынша қала және ауданның бас имамдары есеп берді. Жиынның негізгі мақсаты облысымыздағы дін саласында атқарылып жатқан жұмыстарды саралап, қорытынды жасау дейді Атырау облысының бас имамы Алтынбек Ұтысқанұлы. Бүгін Атырау облысына қарасты мешіт имамдарының жылдық есептерін алып жатырмыз. Жалпы есебіміз 4 бағыт бойынша жүргізіледі. Биыл Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына 30 жыл толып отыр. Сол 30 жылдықтың аясында да көптеген шараларымыз атқарылды. Біздің енді өңіріміз басқа өңірлермен салыстырмалы түрде қараған кезде діни ахуалы күрделі өңір деп саналынады. Ол да болса, қазіргі таңда әркімді уайымдатып отырған бұл жатағым мәселесі. Осы жатағыммен жан-жақты жұмыстар жүргізілді. Соның нәтижесінде биыл 39 адам райынан қайтты. Биылғы жылы құрбан айтта 43 тонна ет таратылды. Өмірге үміт сыйла атты індетке байланысты қайырымдылық шараларымыз өтті. Нақты айтатын болсақ, ол жерде 10 ивейл аппараты, әрқайсысы 10 миллионнан тұрады, 100 миллион теңгенікін осы емханаларға апарып табыстадық. 77 концентратор аппаратын ауруханаларымызға бердік және дәрі-дәрмек дейді халыққа жеткіздік. Ел үлес пәтерге деген жобамыз бар. Осы жоба бойынша біз 18 пәтерді бір жылдың ішінде табыс еттік. Оның 8-і дін қызметкерлеріне, оны әлеуметтік жағдайы төмен, жалғыз басты, көп балалы аналарға берілді. 4 сағатқа созылған есеп беру жиынында имамдар жұмысының оң нәтижесі де байқалды. Аталған 4 бағыт бойынша жұмысына жақсы көрсеткішке жеткен имамдарға алғыс хат табыс етілді. Атырап айтар болсақ, елімізде карантин жағдайында әлеуметтік желілерді дұрыс пайдаланып, барынша сапалы дүниелер, уағыз насихат жұмыстарын үздік көрсеткен қаламыздағы Сұлтан Бейбарыс мешітінің бас имамы Ержан Қуанышұлы марапатталып, әріптестеріне керек кеңестерімен бөлісті. Облысымыздың бас имамы Алтынбек қажы Ұтысқанұлының қадағалауымен бәріміз жылдық есепті тапсырдық. Бас имамымыз Алтынбек қажы Ұтысқанұлы қазіргі уақытта мына медиа саласына аса қатты мән беруді бүкіл имамдарға жүктеді. Біздердің жалпы уағыз насихат бойынша жұмыстарымыз көбінесе Instagram және YouTube желісі арқылы таратылып отырады, Facebook парақшалары арқылы. Негізгі қазіргі уақытта көп имамдар осы интернет желісін қолға алатын болса, көптеген жұмыстарды атқаруға болады. Instagram әсіресе парақшасын өте жақсы пайдалану керек. Өйткені ол жерде белсенді адамдардың көп шоғырланатын жері осы Instagram және Facebook парақшалары арқылы уағыз насихаттың көп тиімді жүргізу арқылы көп аудитория жинап, осы жерде халықты жақсылыққа шақыруға болады. Жатағым мен күрес муфтият алға қойған басым бағыттардың бірі. Әрине уақыт талабын қажет ететін қиын да күрделі қызмет. Алайда асыл дініміз бен дәстүрлі мәзһабымызды бабаларымыз қалдырған мол мұраларды кеңінен насихаттап, теріс көзқарасты жүрген азаматтарды райынан қайтаруға күш салған имамдардың бірі Махат мұсылмандары мешітінің бас имамы Біләл Сағымдықов. Ол үздіксіз жұмыстың нәтижесінде 4 адамды теріс ағым ықпалынан қайтарып, көзқарасын өзгертуге себепші болғанын айтады. Жалпы жатағым бойынша айтар болсақ, жатағым бойынша Махат ауданында 30-ға тарта жеке кездесулер өтті. Соның ішінде Махат ауданында нақты 4 адам толықтай райынан қайтты. Оларға уағыз насихат арқылы, білім беру арқылы, сосын олармен жақсы қарым-қатынаста болудың себебімен негізгі Ханафи мазһабына толықтай райынан қайтты. Олардың айтатын уәждері сұрақ қоюға және уағыз тыңдауға, сұрақ жауап алуға кейде шаршап кетеміз дейді. Сол үшін біздерге келіп, өздерінің толықтай білім алуға, осы жолда дұрыс емес екенін түсініп, сол жақтама келген адамдар бар неге. Солардың себебімен райынан толыққанды қайтты. Қайырымдылық, қайырлы іс, көмекке мұқтаж жандарға қол ұшын созу қашанда халқымыздың қанында бар қасиет. Әсіресе имамдар бұл жолда аянып қалмасы анық. Жыл бойы жаны жүдеген жандарға жәрдемші болған имамның бірі Мұрат Сұлтанов. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бүгін Атырау облысы Иманғали орталық мешітінде жылдық есеп беру жиналысы болып жатыр. Осында Қызылқоға ауданы бойынша біздің қайырымдылық бағыты бойынша атқарған жұмыстарымызға риза болып алғыс хатпен марапаттап жатыр. Алла тағала осындай қайырымды істердің көп болуын нәсіп етсін. Елімізге, жерімізге ынтымақ береке дарысын. Сауат ашу бағытына да онлайн және офлайн түрде уағыз насихат жұмыстары күн сайын жүргізілді. Мәселен, Құспан молла мешітінде уағыз насихат негізінен дін және дәстүрлі фиқ, Құран ілімі, сира бағытында жүргізілген.
ерлерге де, әйелдерге де фик, ақида, ақлақ дәрістер өткен. Бүгін орталық Иманғали мешітінде жылдық есеп беріп отырған жайттамыз. Жыл бойынша Құспамала мешіт сауат ашу курсы бойынша облыстық деңгейде алғыс хатқа ие болып отырық. 100-ге жуық шәкірттер тәрбиеледік. Оның 40-ы Құран курсына түскен болса, қалғандары әліппе үйренуде. Және де басқа да дәрістеріміз бар. Ислам әдебі, ислам ғибадаты, ақида деген сияқты, сира, яғни ислам тарихы сияқты дәрістер жүргізудеміз. Қазіргі уақытта пандемияға байланысты онлайн түрде Instagram және де Facebook парақшаларында дәрістеріміз жүріп жатыр. Жиын соңында бас имам Алтынбек Ұтысқанұлы имамдардың жұмысына оң баға беріп, алда атқарылуы тиіс жұмыстар турасында ескертпелер айтты. Басты мақсат дініміздің насихатталуы жолында Алла разылығы үшін қызмет ету деді бас имам. Іс-шара одан әрмен бауырмашылдықты арттырып, біліктілікті нығайту мақсатында кіші аяқ топтан имамдар арасында сайыспен қорытындыланды. Нұркен Әмірәш, Баян Жанұзақова, Асхат Хабиболла, Әмин Кезет.